Саламатсыздар ма? Бүгін біз жанашу сезімі туралы сөйлесетін боламыз. Жанашу дегеніміз не? Бүкіл сезімдер мен эмоциялардың ішіндегі ең көп қырлы сезімдердің бірі осы жанашу сезімі. Не үшін көп қырлы дегеніміз не? Көп қырлы дегеніміз жанашу біреуге сіз жаныңыз ашып, оған көмектесіп, жанашудың арқасынан іс-әрекетке жалғасса, біреуге сіз көмектесіп, сол сезімді жүзеге асырсаңыз, сіздің жанашу сезіміңіз бір адамға үлкен көмек болуы мүмкін. Бір адамдардың қиын жағдайларындағы бір көмектесетін бір құрал болуы мүмкін. Құрал дейміз бе, не дейміз? Құрал болуы мүмкін. Бірақ бір жағдайларда жанашу сезімі адамдарды психологиялық тұрғыдан іштей өлуіне, іштей өз-өзіне сенімділіктің жойылуына себепкер болып қалуы мүмкін. Осы сезім жанашу сезімі. Сол үшін жанашу сезімін бір ерекше, көп қырлы, жан-жақты сезім деп айтуға болады. Өйткені ол біреуге көмектессе, біреуге кері әсерін тигізуі мүмкін. Қалай кері әсерін тигізеді? Қандай жағдайда кері әсерін тигізеді? Жанашу сезімінің табиғаты қандай? Осы сұрақтарға жанашу сезімінің түрлері, өмірде кездесетін түрлері, не үшін керек бұл сезім бізге? Енді бізге берілген екен бір нәрсе үшін керек қой. Осы сұрақтарға мен қазір сіздерге жауап беріп көрейін. Жанашу дегеніміз не? Жанашу деген бұл біздің сезіміміз. Біздің өмірімізде көп кездесетін басқа адамның өмірлік проблемаларын, немесе қиын жағдайға түскен жағдайында эмоционалды, қаржылай, психологиялық дейміз ба, психологиялық тұрғыда сол адаммен соның қайғысына ортақтасу үшін шығарылған біздің бойымыздағы сезіміміз жанашу сезімі. Көп философтар ертеден бастап қазірге шейін жанашу сезіммен адамның бойындағы адамгершілік қасиеттерін байланыстырады. Екеуі бір-біріне байланысты құбылыс деп айтылады. Бірақ ол бір жағынан дұрыс, бір жағынан дұрыс емес. Қазір осы видеороликте не үшін екенін мен біртіндеп түсіндіріп беруге тырысамын. Енді жанашу сезімі, бірінші жанашу сезімі, мен кімге жаным ашып жатыр деген сұрақ қойылу керек. Ең бірінші, сіздің бойыңызда сол сезім көп кездессе, ең бірінші сұрақ, мен кімге жаным ашып жатыр? Жаным менің жетім балаларға ма, немесе мүгедек балаларға ма, кәмелетке толған әке-шешесінен қамқорлықсыз қалған балаларға ма, зорлық-зомбылық көріп жатқан балаларға ма, немесе қарт кісілерге ма, шарасыздыққа түскен, бір өмірде бір қиын оқиғаларға, қиын жағдайға түскен адамдарға менің жаным аши ма? Жоқ, әлде екінші бұл бір топтағы адамдар деп бөліп алайық та. Екінші топтағы жаны ашитын адамдар біздің туған-туысқандарымыз, өмірі проблемалары бітпейтін, мен мынандай қиын жағдайға түстім, мен күйеуім ұрып жатыр, ішіп жатыр, ақша тауылмай жатыр, мынандай финансовый, қаржылық қиындықтарға түстім деп, өмірі проблемаларын сізге құйып, сізден жанашу сезімін туындату арқылы сізді басқарып отырған адамдар туралы сөз айтып тұрмыз ба? Ең бірінші сезім, жаныңыз ашығанда өз-өзіңізге сұрақ, адам өз-өзіне сұрақ қойған дұрыс. Мен қазір аяқ-қолы бүп-бүтін сап-сау адамға жаным ашып тұр ма? Жоқ, кәмелетке толмаған, шарасыз, қиын жағдайға түскен адамға жаным ашып тұр ма деген сұраққа жауап берілгеннен кейін жанашу сезімін ары қарай іс-әрекетке жалғастыруға болады деп мен өзім ойлаймын. Өйткені көп манипулятор деген адамды сезімдер арқылы, біздің сезімдерімізге әсер ету арқылы бізді басқаруды көздейтін көп манипулятор адамдар бізді дәл осы жанашу сезімі арқылы басқарып, өздерінің қалаған нәрселерін біздің сезімімізге басу арқылы өзінің қалағандай бізден іс-әрекеттер, көмектерді ол адамдар жасатып
бізге жасат бізді басқарады деген сөз да осы эмоциямен. Енді келесі сұрақ. Жанашудың түрлері. Жанашу сезімінің түрлері. Мысалы, қараңыз енді. Қазір мен өмірлік үш жағдайды алып, жанашу сезімі шығуы мүмкін өмірде кездесетін үш жағдайды алып, сол үш мысалменен сіздерге жанашудың түрлерін жеткізіп беруге тырысамын. Бірінші, қайыр садақа сұрап тұрған кісілер. Қайыр садақа мешіттің алдында қарасаңыз сап-сау, аяқ қолы бүтін, ақыл есі жайында, өздері тепсе темір үзетін дейді ғой, жастағы адамдар, ерлер мен әйелдер отыр мешіттің алдында. Қазір көп адамдар маған, сен ол жағдайды басыңнан кешірмегеннен кейін сен солай отырып сын айтып отырсың деген маған кінә тағуы мүмкін, дұрыс, әркім өзі біледі. Бірақ мен психологиялық тұрғыдан сол адамдардың өміріне сол садақа сұрап, адамдардан жан ашқыздырып, үстіне жаман киім киіп, адамдардан көмек сұрау арқылы өмір сүріп жатқан адамның қандай халде өзінің психикасын бұзып жатқанын кейін сол садақа беріп жатқан адам, біз береміз ғой, беріп жатқан адамның ол адамды қалай өлтіріп, тура сол садақа сұрап отқан адамның өзі де, садақа беріп жатқан адамның өзі де бір-бірлеріне зиян келтіріп жатқан адамдар. Не үшін соны сұрақ қояйық. Бірінші мысал, садақа сұрап жатқан адамның мысалында. Екінші мысал, менің күйеуім алкоголик, бізді ұрады, үйден қуып жібереді. Бір кісілер болады осындай әңгімелер айтып, адамның жан ашуын сезін. Ол кісі ешқандай көмек сұрап жатқан жоқ, бірақ осындай сөздерменен сіздің жан ашу сезіміңізді туындатып, бәр проблемаларын құйып, менде мынандай қиын жағдай болып жатыр, менде мынандай қиын жағдай, мені былай ұрды, бала шағамызбен сыртқа қуып жіберді, қабырғамды сындырды, маған күн жоқ, мен отырсам маған мынандай сындар айтады, мені көргенде, жын көргенде күйеуім солай, сондай халге, сондай адамға айналады, маған күн бермейді деген адамның сондай сөзіне жаныңыз ашиды ғой. Бұл екінші мысал. Бірінші мысал садақа сұрап тұрған адам, екінші мысал қазіргі әйелдің сөздері. Көп өз-өзіне жан ашу тудыртатын сөздері, өмірлік проблемалары. Үшінші, тағы бір мысал келтірейік. Үш мысалмен мен сіздерге түсіндіріп беремін. Үшіншісі, менің қаржылық жағдайым нашар, кредитім көп, қаржы жағдайым нашар, бір айлық пен екінші айлықты жеткізе алмай жатырмын, бала шағама киім, анау мынау, осы миллион проблеманы айтып, мынанша қарызым бар, ана кезде мынаған жетпей қалды, мына кезде мынаға жетпей қалды деп бізге құятын, сөйтіп біздің жанашу сезімімізді тудыртатын адамдар туралы қазір. Осы үш адамның мысалында, бірінші садақа сұрайтын адамның мысалында жанашу сезімі, екінші өзінің күйеуіне отбасылық жағдай, зорлық-зомбылық көріп жатқан әйелдердің өз сол жағдайын айтып жанашу сезімін тудырып жатқан мысалында, үшінші өзінің қаржылық жағдайын айтып бізден жанашу сезімін тудыртып жатқан үш адамның мысалында мен сізге қазір жанашу сезімінің түрлері туралы айтып беремін. Жанашу сезімі екі түрге бөлінеді. Бірінші деструктивті жанашу, екінші конструктивті жанашу. Деструктивті жанашу, бірінші конструктивті жанашу. Конструктивті жанашу дегеніміз ол пайдалы жанашу. Бізге не үшін берілген жанашу сезім? Мен кез келген адамның бойындағы жанашу сезімі бізге сол адамның бойындағы проблемаларын көріп, сол проблемаларға эмоционалды тұрғыдан жылы сөздермен, қиын жағдайға түскен кезде ортақтасу арқылы сол адаммен көмектесу, бөлісу, сол адамға қасында болу үшін бізге берілген бұл сезім ең қажетті, мен адамгершіліктің бір бөлігі деп есептеймін өзім. Жанашымайтын адамдардан адам өлтіретін, ұрлық-қарлық жасайтын, сондай социопат, психопаттар шығады, ол басқа бөлек әңгіме.
конструктивті жаны ашу, мысалы мен көрдім ғой қазір мешіттің алдында отырған адамды, қайыр садақа сұрап, үстіне жаман киім киіп алған, жағдайым нашар, сол адамды көрген кезде менде конструктивті жаны ашу сезімін жүзеге асыру үшін мен ол адамға жұмыс тауып беруім керек. Жаны ашу сезімнің арқасы іс әрекетке, мен оған ақша емес, мен оған мынандай айлық берілетін ай сайын өзінің ары қарай ол кісі ақша сұрамай өзінің өмірін алып кете алатындай мен оған жол көрсетуім керек. Егер менің шын пайдалы, сол адамға пайдам тиіп, жаным ашып, сол адамды сол батпақтан көтеріп алып шығуға мен ниеттенсем, мен ол адамға жұмыс тауып беруім керекпін, көмектесуім керекпін. Сонда менің жаны ашуым конструктивті, пайдалы жаны ашу болады. Жаны ашудың арқасынан әрекет осындай, сол адамның өзіне құрал беру керек. Ол адамға ақша емес, садақа емес. Осыны конструктивті жаны ашу дейді. Ал күйеуім алқаш, күн бермейді деген адам бар ғой. Мысалы, маған ұрады, соғады, күн бермейді. Бағанағы айтқан екінші мысалы, сол адамға менде конструктивті жаны ашу сезімі оянса, мен ол адамға күйеуімен ажырасуға, ары қарай өз-өзін табуға, жол табуға мына өмірде, егер мен шын сол адамға солай жаным ашса, жол табуға көмектесуім керек, тек оның сөздерін естіп қана қоймай. Осыны ары қарай шығатын жол көрсетіп, сол адамның шығуына мен сәл де болсын септігімді тигізсем, осыны конструктивті жаны ашу дейді. Үшінші, қазіргі проблемаларым бар, менің қаржылық проблемаларым бар, ақша жетпейді, кредитім бар деген үшінші мысал бар ғой. Сол адам маған солай жаны ашу сезімін туындатқанда, негізі мен ол кісіге қаржылық сауаттылықты арттыратын кітап сыйлауым керек. Міне саған мына кітап, осы кітапты сен қаржылық сауаттылығын арттырып, ақшаны қалай жоспарлау керек, болжау керек, бір айға қалай бөлу керек, сен сонда осы кітапты оқу арқылы өзің проблемаңды өзің шеше аласың деген ол адамға мен көмектесуім керек. Осыны конструктивті, пайдалы, шын, еш зияны жоқ жаны ашу сезімі деп аталады. Сіз ол адамға прямой ақша, материальный көмек емес, ол адамға құрал беру қолынан. Осыны түсіндіңіздер деп ойлаймын. Енді жаны ашудың екінші түрі бар, ол деструктивті жаны ашу. Деструктивті деген ол қирататын деген мағына білдіреді. Жаны ашу сезімінің екінші түрі деструктивті жаны ашу сезімі. Екінші түрі деструктивті жаны ашу. Деструктивті деген жоюшы деген мағынаны білдіреді. Сезімнің зияндылығы, теріс жаны ашу деп алайық та, шартты түрде. Қалай мысалға, бағанағы үш мысалында садақа сұрап тұрған кісінің мысалында, екінші мысалы өзінің отбасылық жағдайын, күйеуінің зорлық-зомбылық көріп жатқанын, қиналып жатқандығын айтып жаны ашуын сездіртетін әйелдердің мысалында алайық. Үшінші мысалы, маған өмірі ақша жетпейді, мынандай проблемаларым бар, мынандай кредитім бар деген әйелдердің, еркектердің мысалындағы жаны ашу сезімін алып көрейік, деструктивті. Деструктивті жаны ашу сезімі, егер сіз сол садақа сұрап, бірінші садақа сұрап тұрғаннан бастайық. Садақа сұрап тұрған адамға тікелей ақша берсеңіз, сіз ол адамның психикасын бұзасыз. Не үшін? Қазір мен ұзағынан айтам, әңгімені түсінікті болу үшін сіздер сәл шыдаңыздар енді. Мысалы, мектеп бітірдім дейді да мен. Мектеп бітірдім, мектеп аяқталғаннан кейін оқу орнына түстім, немесе мен жұмысқа тұрдым. Мектеп аяқталғаннан бастап, тест басталғаннан бастап, адамның өмірінде проблемалар басталады. Азды, көпті, ауыр, жеңіл, түрлі стресстік ситуациялар болады. Көп мәселелер біз шешуіміз керек, біз өмірімізге қатысты. Мысалы, жұмыстан шығу, жаңа жерге көшу, басқа қалаға көшу, бір проблемаларға түсу, сол кезде біз сол проблеманы шешіп шығып кетсек, сол проблема біздің миымызда нейронды байланыстар болып сақталып, кейінгі сәтте сол проблемаға қайтадан түсетін болсақ, сол нейрондар белсеніп, біз сол оқиға бұрын шыққанбыз ғой ол проблемадан. Шығатын бізде құрал болады қолымызда. 17 жастан бастап. Жыл өткен сайын біз өмірден қорықпай бастайсыз. Әр нәрсені
шығатын жолын біліп, өз-өзіне сенімділік, өз-өзін құрметтеу пайда болады адамдарда. Ал енді садақа сұрап тұрған адамды алайық, самооценканы құрады сол проблемаларымыз біздің. Сіз проблеманы шешіп, содан шығатын жоспарлар құрып, шешіп шыққан сайын, әрбір проблемадан шыққан сайын сіз өз-өзіңізді құрметтеп, өз-өзіңізді бағалай аласыз. Мен сондай жарамды адам, мынандай жолмен шығып кете аламын деген өз-өзіңізге сенімділік пайда болады. Ал енді садақа сұрап тұрған адамды алайық. Садақа сұрап тұр, оған ақша беріп жатыр. Мысалы 20 жасынан бастап садақа сұрады деп алайық та, шартты түрде мен өзім алып жатырмын ондай мысалымыз. 20 жасынан бастап садақа сұрады. Немесе 20 жасынан бастап күйеуге шығып, мысалы бір әйелдер, жұмыс істемей, тек сол күйеуінің ақшасына ғана қарап отырды. Екі мысалы бір-біріне ұқсайды ғой. Ол әйелдер, бағанағы садақа сұрап тұрған адамдар өмірінде проблемаларын шешіп жатқан жоқ. Олар біреудің берген қайыр садақа тиын тебендерімен әшейін азын-аулақ өмірін сүріп жатқан адамдар. Ол кісілерге финансовый мынандай үлкен жауапкершілігі бар, жұмыстар істеп, өзінің өмірінің үлкен салаларына қатысты бір шешімдер қабылдап жатқан жоқ олар. Оны мысалы садақа сұрап тұр дейік, күніге ол ақша табады, азын-аулақ сонымен өмір сүріп жатыр. Біздің миымызға тыныш, жұмыссыз, еш уайымсыз диванда жату ұнайды негізі. Бірақ енді ұнайды деп диванда жата беруге болмайды, басқа өмірдің салалары бар. Соны сол үшін садақа сұрап тұрған, немесе өмірлік проблемаларын шешіп жаттықпаған адамдарда өз-өзіне сенімділік болмайды деген сөз ғой. Сол үшін ол адамдар, енді ол кісілердің таңдауы өзі біледі, қалаған нәрсесін істесін. Бірақ ол кісіге садақа беру арқылы ол кісінің психикасын бұзып жатсыз деген сөз. Мойнына өмірі туралы жауапкершілігін алып жатқан жоқ олар. Ешқандай проблемалары туралы жауапкершілігін алып жатқан жоқ. Өзімен өзі сол әлемде өмір сүріп жатыр. Келесі. Мысалы, екінші мысал, зорлық, зомбылық көріп жатқан әйелдің жалобалары бар. Арыздары бар ғой бізге айтатын. Мен күйеуім бұлай ұрды, бұлай ұрды. Күн бермейді, мынандай алкоголик деген сондай әйелдер болады. Сол кісілердің жанашу арқылы біз оларға қандай зиян келтіріп жатырмыз, соны айтып кетейін. Мысалы, мен деп айтайын, мысалы менен түсінікті болу үшін. Егер менің отбасымда проблема болса, мен оны бәр адамға айтып, мені бұлай ұрып жатыр, бұлай ішіп келеді, бала шағамен бұлай қуып тастайды, маған күн жоқ деп мен біреуге өзімнің құрбыма айттым деймін да. Құрбыма айтқаннан кейін ол ойбой деп ода жанашу сезімі туады ғой, біз адамбыз ғой, бір-біріміз сезінеміз. Ол адамнан сондай жанашу сезімі туындағаннан кейін мен миымда, мен сол кісінің менің қасіретіммен бөлісіп жатқанын сезінсем, мен миымда қуаныш гормоны, рахаттану гормондары бөлінеді. Сөйтеді да мен біреу менің проблемама ойбой дегеніне көріп, мен содан пайда таба бастаймын да. Содан кейін мен өзгертпеймін өмірімді, сол еркекпен өмір сүре беремін. Өйткені мен адамдардың бәріне проблемаларымды айтып, олардың ойбой дегеннен мен қуанып, мазохистке айналамын. Мазохист дегеніміз өзінің өміріндегі қиыншылықтардан, өзінің өміріндегі қасіреттерден рахаттанатын адамдарды мазохисттер деп атайды. Оның бір видео арнаймын, мен оның үлкен түрі бар, ауқымды тақырып ол. Мазохистке айналамын да, мен бәр адамға, ол адамнан басқа құрбыларымнан қаржылық мен көмек сұрамасам да, бәр проблемаларын айтып, мен бүгін бұлай ұрды, мен бүгін мынандай үйден қуып жіберді, мына жерін сындырды, қабырғамды деген оқиғаларды естіген бұрын. Айтып күніге сол басқа адамдардың жанашу сезімін алып, мен соған тәуелді, наркомандар сияқты тәуелді болып қалам. Қазір сіз егер сондай жағдайда жүрген әйел болсаңыз, осы нәрсені жақсылап тыңдап, қайта тыңдауды мен сізге ұсынар едім. Мен өзімнің жалобаларымды, өзімнің қасіреттерімді, қиын жағдайларымды
болады бәр адамның басында, бірақ ол болғаннан кейін бізде ішімізден шешім шығу керек. Мен неге бұндай адаммен өмір сүріп жатырмын, мен разы емеспін, мен мына өмірді өзгертуім керекпін деп мен іс-әрекет жасап өмірді өзгерту керек. Олай әркімге жалба айтып, мен жағдайым жаман, мен қиналып жатырмын деп адамдардан жанашу сезімдері арқылы қайта гормондар, қуаныш гормондарын алып, мен рахаттанып, өмірім соменен өтіп кетеді өміріміз біз. Басқа дұрыс біреудің жаны ашығаны, біздің қайғымызбен ортақтасқаны біз үшін үлкен көмек. Бірақ енді өзіңіздің өзгертуге болатын нәрсені адам өзі бірінші өзгерту керек шығар деп ойлаймын енді. Осылай жанашу сезімі осылай өлтіреді осы әйелдерді. Сіз сол біреудің жаны ашығанына, біреудің сізге мүсіркеп қарағанына, наркотический есірткіге тәуелді адам сияқты тәуелді болып қаласыз. Сол үшін барлық нәрсені есептеп, мен не болып жатыр, неге мен адамдарға жаны ашқыздырып, мен бұлай өмір сүріп жатырмын, мен не үшін бұндай болып жатыр деп өмірді өзгертетін әрекеттер жасаған дұрыс шығар деп ойлаймын. Үшінші, егер сіз солай адамдарға проблемаларыңызды айтып рахаттанатын болсаңыз, сіз мазохистсіз деген сөз. Bir күн мазохисттер туралы мен видео түсіремін, басқа видео. Үшінші, үшінші мысал, менің қаржылық проблемаларым бар, ақшам жетпейді, кредитім көп, бала шағам жетпей жатыр деген проблемаларды айтып, жан ашу тудыртатын адамдардың мысалындағы деструктивті жан ашуды айтайық. Мысалы, біреу солай айтты, мен солай біреуге өзімнің атынан айтайын тағы да, мысалы, мен біреуге менің мынандай бәр адамда финансовый, қаржылық проблемалар азды көпті болады. Мен біреуге, менде мынандай қаржылық проблема бар, мына жерге жетпей жатыр, мынандай нәрсе жетпей жатыр деп мен айтып, сол адамға, ол адамның жанын ашқыздырып, сол адамнан керек нәрселерді мен осы ол адамның жанашу сезімін манипуляция құралы ретінде пайдаланып, сол адамның эмоциясына басып кіріп, дейік та, жан дүниесіне, басып кіріп, мен ол адамды өзім қалаған нәрсемді істеткіздіре аламын. Осыны манипуляция деп атайды. Егер сіздің өміріңізде тура осындай адам болса, сізді жаны ашып, бұрын мен сондай бір танысым болған. 1 сағат өмірлік проблемасын құяды құлағыңа. Мен мынандай қарыз, ана жерден қарыз, мына жерден қарыз, мынандай қарыз, не істеймін, мен ертең кредитім келе жатыр. Бүкіл соның өміріне кіріп кетесің, басыңмен, аяғыңмен қосып. Ой, бейшара, жағдай сондай жаман екен деп өзің ақша беріп, ойбай, құтыл деп қашып, соның проблемасын шешуге тырысып, болды деп. Сөйтіп ол басқарады да адамды, ол кісілер. Сондай проблеманы, 100 проблеманы айтқаннан кейін сіз ойбай, өзіңіз айыпты сезіне бастайсыз, өзіңіздің өміріңіздің сәл более-менее жақсы екенін. Енді ол кісілер сондай финансовый, қаржылық проблемасы болса, әр адам өзінің қаржылық проблемасын шешуге, өзінің жауапкершілігі өзінің қолындағы өміріне қатысты. Бұл жерде бір көмектеспей, бәр адам өзінің проблемасын өзі шешсін деген әңгіме емес. Бұл жерде бір рет жаны ашып, 2 рет көмектесуге болады шығар. Енді бірақ өмір бойы сондай манипуляция қылып, маған мынандай жағдайымнан әр звондаған сайын миыңды ашытып, жаны ашу сезімін туындатып, соның проблемасын шешіп, сізді құрал ретінде пайдаланғызған ол дұрыс емес нәрсе. Ол кезде ойланып, мен не болып жатыр қазір, мына қайта звондаған кезде мен осының өміріне тұңғиық болып кіріп кетемін, не болып жатыр деп шешіп, ашып алған дұрыс шығар деп ойлаймын. Келесі. Балаларға жан ашу. Қазір. Бүгін біз жанашу сезім туралы сөз қозғадық. Жанашу деген бұл адамгершіліктің белгісі деген тұжырымдамаға мен жартылай қосылам, жартылай қосылмаймын. Жанашу дегеніміз дұрыс, ол біздің біреудің проблемасын, біреудің басындағы қайғы қасіреттерін
сезіне алғандығымызды білдіреді. Жақсы сезім, жақсы біздің бойымыздағы бір жақсы қасиеттердің, жақсы сезімдеріміздің бірі. Бәр нәрсені, бірақ ол сезімді дұрыс пайдалануға шақырамын мен. Барлық адамда конструктивті проблемаға түсті ма бір адам, сол проблемадан шығатын жолды білсеңіз, өзіне шығуға жол көрсетіп, өзі шығатындай мүмкіндіктерді жасаған дұрыс. Сонда ол кісі ендігі жол түскен кезде өзі ешкімге жан ашып қыздырмай-ақ өзі шыға алатын жағдайға түседі. Жан ашудың түрлерін айтып кеттім. Тағы да бір нәрсені айта кетейін. Мысалы, бір жан ашулар болады, ол деструктивті, конструктивті деп бөлмей-ақ, бөлмей-ақ жан ашыған дұрыс шығар деген бір жан ашулар болады. Мысалы, балаларға, қарт кісілерге, кейін бір өмірде жаман, өте ауыр жағдайға түскен балалары қайтыс болған адамдарға, мысалы үшін әке шешесі, жақын туысқандар, жақын қасындағы адамы қайтыс болған адамдарға жан ашу сезіммен қасында болып, сол кісілердің қайғы қасіреттерін бөліскен, ол өте жақсы жан ашу сезімі. Осы үшін керек шығар негізі. Былай алғанда, контейнерлеу деген ұғым бар психологияда, мен соны айтып кетейін. Мысалы, баласы өлген әйел келсе, мысалы бір әйел келді дейік, баласы өлген. Адам, қасындағы адам өлімнің қайғысымен жұмыс істеу ол басқа мәселе, бірақ мен сәл-сәл соның элементтерін алып қарастырайын да. Мысалы, баласы өлген, ешкім басына түспей ақ қойсын, баласы өлген әйел келді дейік. Сол әйелдің қайғы қасіреттерін, мұңын айтқан кезде адамға, сіз соған шын жүрекпен біз бір-бірімізді сеземіз эмоционалды тұрғыдан. Шын ниетпен соның қайғысына ортақтасып, соның эмоциясын бөліссеңіз, ол кісі өзінің мұңын, жартылай болсын мұңынан құтылады. Контейнерлеп біреуге өзінің мұңын бөліседі. Сондай ол кісіге көмек болады, психологически көмек болады. Сол үшін жан ашу сезімі дұрыс емес. Бәріміз қатал робот сияқты тек қана бір бағытта өзің проблемаң өзің шеш деген сөз емес бұл жерде мен айтып жатқаным. Жан ашу сезімін дұрыс пайдалана біліп, дұрыс қолдана білген дұрыс. Ендігі жолы балаларға қатысты жан ашу, кейін ауруға айналған жан ашу туралы мен айтатын боламын. Жақсы.